Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында балмұздақ жасап үйренеміз. Біз оған 33% сливкиді алып, осылай миксермен жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Егерде сіздерде сливки жоқ болса, оны үй жағдайында жасауға болады. Біз бұған сахар ұнтағы және осындай сгущенкадан 3 ас қасықтай қосып, дәмді болу үшін жақсылап араластырамыз. Мен дәмді болу үшін бұған шоколад қостым, ал сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеміс-жидектер, самыр қосуларыңызға болады. Біз бұны осындай ыдысқа қойып, мұздатқышқа біраз уақытқа қойып қоямыз. Одан кейін қатқаннан кейін мінекей біздің балмұздағымыз осылай болып шықты.